Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай дүкендегідей болып шығатын тұшпара жасайтын ең алдымен ыдысымызға 220 грамм суымыз, яғни үлкен бір пиала су, бір жұмыртқамызды, шым-шым тұзымызды, бір ас қасық сұйық майымызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне 550 грамм ұнымызды салып, жақсылап қолға жабыспайтын, ыдысқа жабыспайтын жақсы қамыр елеп алатын боламыз. Мінекей, осылай ыдысқа да қолымызға да жабыспайтын әдемі қамыр еленіп шығады. Енді оны 15-20 минутқа қалдырамыз. Бізге салмамызға фарш мен тай етінен жасадым. Содан кейін бір үлкен пияз, 2 тіс чеснок, яғни сарымсақ, тұз, бұрышымызды дәміне қарай қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Шамамен 300 граммдай фарш қостым. Фаршты жақсылап араластырып болған соң қамырымызды дайындауға көшетін боламыз. Бұл жерде басты құпия деп те айтсам болатын шығар. Қамырды сыпыраны жайып, ұн қылып жаймаймыз. Осылай қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп, осындай дөңгелекше етіп, ортасына салмамыз салып, түйе беретін боламыз. Өте керемет рецепт. Сіздер жасап көріңіздер, қыздар. Прям күшті.
Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған меруерт, сау болыңыздар.